Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Қымбатты аға, бауыр, әпке, қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Бүгінгі сіздермен өте маңызды болған амал жайлы сөз қозғамақпыз. Бұл амалды Алла елшісі, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, пайғамбарлығының алғашқы сәттерінен ақ бастаған еді. Пайғамбарымыздың адамдарға деген мейірімін қараңызшы. Өзінде еш нәрсе болмаса да, міскіндер мен пақырларды тамақтандыруға қатты асығатын. Міскінді тамақтандыру Алла елшісі, оның отбасы, сахабалары, достары үшін де әдетке айналды. Мұқтаж кісі көріне қалса болды, оны құр қол қайтармайтын. Әйтеуір қолына бір нәрсе ұстатып жіберетін еді. Құранда айтылғандай: тамақты жақсы көре тұра міскінге, жетімге және тұтқынға жегізеді. Жақсы көре тұра дегеніміз, өзім қатты қалап тұрған сүйікті тағамдарымнан болғанды, міскінді көре қалсам, соған бере салу. Бізде ауызашар кезінде түрлі-түрлі тағам болуы мүмкін. Соның ішінде күнделікті тұтынатыны бар, және кейде ғана сүйсініп жейтін тағам да бар. Соның арасынан өзіміз қатты жақсы көретінін міскінге, пақырға, кедейге беріп жібергендерді Алла тағала жоғарыда келген аятында мақтап жатыр. Омардың ұлы Абдулланың, Алла одан разы болсын, сүйікті тағамдарының бірі суккар еді. Яғни қант тектес тағам түрі. Олардың кезінде бұл тағамның бағасы қымбат болатын. Біздің кезімізде анда-санда бір жеп қалатын тағам түрі секілді. Ибн Омарға кейде біреу келе қалса, ең сүйіктісін беріп жіберетін еді. Міне, бізден тағамның барлығын апарып беруді ешкім талап етпейді. Дегенмен, тым болмаса жартысын, кем дегенде кішкене бөлігін мұқтаж жанға берсек, оның жүрегіне қуаныш сыйлауымыз мүмкін. Рамазан кезінде бала-шағаны да ізгі амалға тәрбиелеуді ұмытпайық. Мұқтаждың қажетін бала-шағаның көзінше өтесек, олар өнегелі іске құштар болып өспей ме? Ертең олар да сауапты іске асығатын болады. Бұл ісіміздің қарымтасын Алла өзі қайтарады. Сондай ізгі іс жасап жатқан пенденің аузынан шығатын сөз Құранда былай баян етіледі. Һәм оларға: біз сендерді тек Алла разылығы үшін тамақтандырудамыз. Бұл жақсылығымыз үшін сендерден ешқандай қарымта да, алғыс та күтпейміз. Шүбәсіз, біз адамның түрін қашырып, қабағына кірбің түсіретін, алапатты күн туғанда Раббымыздың жазасына ұшыраудан қорқамыз дейді. Алла оларды сол күннің кесапатынан сақтайды. Оларды жүздері балбұл жанған шат-шадыман күйде қабылдайды. Деген ескертулері мен сүйіншілері Құранда баян етілді. Рамазанның белгілі күндерін алдын ала бекітіп, тағайындап қояйық. Осы сауапты амалға отбасымызды да үйретейік. Ауызашардың белгілі күндерін пақырларға арнайық. Бәлкім сіз, алайда біз тұрып жатқан жерде тамаққа мұқтаж жандар жоқ қой дерсіз. Дегенмен қаланың сыртында тұратын алыс ауылдарда міскіндер саны көп. Соларды тамақтандырыңыз. Бүгінгі күнді мұқтаждарға, міскіндерге арнаңыздар. Дастарханымыздан солар ауыз тисін. Себебі Рамазан сауапқа толы ай, ұлы мүмкіндіктер айы. Қияметтің күні мүмін адам өз садақасының саясында көлеңкесінде тұрады. Сөзсіз садақа Раббымыздың ашуын басады. Алла тағала мұқтажды тамақтандыру сынды игі амалды
күн тәртібіне қойып, жаратушымызға жақындататын ұлы мүмкіндіктен бізді құр қалдырмасын.